Құрсақ қуысының алдыңғы, жоғарғы, артқы қабырғаларын саламыз. Сагитальды кесіндіде бауырды салып, бірінші нөмірмен белгілейміз. Асқазанды саламыз, екінші нөмірде. Ұйқы безі, үшінші нөмірде. 12 ішек, төртінші нөмірмен. Көлденең жиек ішек, бесінші нөмірмен белгілейміз. Жіңішке ішектің шашырақайының ілмектерін салып, алтыншы нөмірмен белгілейміз. Сигма тәрізді ішек, жетінші нөмірмен. Және де кіші жамбас астауының ағзаларын саламыз. 8-ші нөмірде тік ішек, жатыр 9-ші нөмірде, және де 10-ші нөмірмен қуықты белгілейміз. Ішпердеге кіру жолын алдыңғы құрсақ қабатынан бастап қарастырамыз. Париетальды жапырақша алдыңғы қабырға бойымен диафрагмаға жоғары көтеріледі. Одан бұрылып, бауырдың диафрагмалды беткейіне өтеді. Осылайша фронталь жазықтықта орналасқан бауырдың тәждік байламы түзеді. 11-ші нөмірмен белгілейміз. Әрі қарай ішперде бауырдың үшкір шетінен өтіп, бауыр қақпасына жетеді. Осы жерден лигаментум гепатогастрикумның алдыңғы пластинкасын түзе отырып, асқазанның кішейіне бағытталады. Оның алдыңғы қабырғасына келіп, үлкен иініне жетіп, колон трансверсум бағытында төмен түседі де үлкен шарбының алдыңғы пластинкасын құрайды. Одан жоғары қарай бұрылып, артқы пластинкасын құрайды. Әрі қарай колон трансверсум алдынан өтіп, ұйқы безіне дейін барады. Тағы бұрылып, көлденең ішек шашырақайының жоғары пластинкасын құрап, оны толықтай қоршап, төменгі пластинкасын құрап, ұйқы безіне қайта оралады. Ішперде әрі қарай 12 ішекті алдынан қоршайды да, жіңішке ішектің шашырақайының алдыңғы пластинкасын құрай отырып, оған бағытталады. Оның ілмектерін толықтай қоршап, ішперде артқы қабырғаға қайта оралады. Осылайша жіңішке ішек шашырақайының артқы пластинкасын түзеді. Оны 12-ші нөмірмен белгілейміз. Әрі қарай ішперде төмен түсіп, сигма тәрізді ішекті барлық жағынан қоршап, оның шашырақайын түзеді. 13-ші нөмірмен белгілейміз. Ішперде кіші жамбас астауына түсіп, тік ішек, жатыр, қуықты сәйкесінше тереңдік туғыза отырып қоршайды. Осылайша құрсақ қуысының алдыңғы қабырғасына қайта оралады. Құрсақ қуысының жоғарғы этажының аймағында ішперде диафрагмаға өтіп, бауыр қақпасына жетіп, асқазанның кіші иініне бағытталады. Осы орайда лигаментум гепатогастрикумның артқы қабырғасын түзеді. Оны 14-ші нөмірмен белгілейміз. Әрі қарай ішперде асқазанның артқы қабырғасын қаптап, оның үлкен иіннен өтіп, үлкен шарбы ішіне түсіп, алдыңғы артқы пластинкасын құрай отырып, жоғары көтеріліп, орнына қайтып оралады. Осылайша бурса аменталисті түзеді. Үлкен шарбы майтынын түзетін ішперденің 4 жапырақшасынан түзілген. Оны 15-ші нөмірмен белгілейміз. Балалық шақта бұл қуыс болады да, кейін есейгенде бітісіп кетеді. Асқазанның үлкен иіні мен көлденең жиек ішектің арасында лигаментум гастроколикум болады. Оны біз 16-ші нөмірмен белгілейміз. Бурса аменталис пен бос құрсақ қуысы форамен эпиплейкум арқылы байланысады. Оны 17-ші нөмірмен белгілейміз. Құрсақ қуысының жоғарғы этажында диафрагма мен бауыр арасында бауырлық қалта бурса гепатиканы көреміз. Оны 18-ші нөмірмен белгілейміз. Және де манағы айтқан бурса аменталис, оны біз 19-ші нөмірмен белгілейміз. Төменгі этажда жіңішке ішектің шашырақайлық ілмектерінен жоғары орналасқан оң шашырақайлық синусты 20-ші нөмірмен, және де төмен орналасқан сол шашырақайлық синусты ажыратамыз. 21-ші нөмірмен белгілейміз.